Сәлем достар, менің есімім Мусина Гүлдерай, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін осындай әдемі гүлді кардиганды тоқитын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырыңыздар және де достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Бұл гүлді кардиган 1-2 жаста қыздарға арналған. Тоқылуы өте оңай, менімен бірге соңына дейін тоқыңыздар. Сіздермен бірге қазір бұл кардиганның жалпы қанша сантиметр болды, қолы, белі деген сияқты соның бәрін өлшейтін боламыз. Ең алдымен мен мына мойнынан бастап етек жағына дейін өлшегенде менде 39 сантиметр болды мінекей. Енді мына қол бөлігін есептейін, қанша сантиметр болды мінекей. Дәл мойнынан бастап қолдың ең соңғы жеңіне дейін өлшемін мінекей 38 сантиметр болды. Енді кардиганымыздың бел жағын өлшейтін боламыз, яғни ортасынан. Бұл жерде менде 35 сантиметр болды мінекей. Сіздерде әртүрлі болуы мүмкін, яғни қолыңыздың жүруіне байланысты, сондықтан да осылайынан өлшеп алсаңыздар болады. Мінекей мен гүлді тіктім, яғни мінекей астыңғы жағына ешқандай тігістері көрінбейді, байқадыңыздар ма? Сіздерде қазір гүлді бөлек көрсетемін, сол кезде тіккен кезде гүлді де осылай білдіртпей тігулеріңіз керек. Бер жағына жібі көрінбеуі тиіс. Мінекей осындай әдемі қылып кардиганды тоқитын боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Міндетті түрде каналға жазылыңыздар. Қандай жіп керек, келесі видеода айтамын барлығын. Бізде осындай Alize Classic Lana Gold деген жіп керек болады. Менде 3 моток жіп кетті. Мінекей 51% акрил, 49% шерсть қосылған, 100 грамм 240 метр. Бұл жіптің номері менде 216 номерлі жіп, яғни сары түсті жіпті алдым. 3 моток жіп кетті осы жіптен. Және де менде крючоктың номері 4 номерлі крючок мінекей. Осы крючокпен түгелмен тоқитын боламыз. Ең алдымен жіпті мінекей қолыма икстап аламын. Мінекей ортасынан ұзын жіпті шығарамын да, ең алдымен бірінші тор көзімізді істеп аламыз. Енді ары қарай түгелмен тор көздері шығарамыз. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, мінекей 6, 7. Дәл осылайынан біз 55 тор көзін шығаруымыз керек. Мінекей мен түгелмен 55 тор көзін шығардым. Көріп тұрсыздар. Енді келесі қатарды істейміз. Яғни ол үшін біз мұнда мінекей 1, 2, 3 тор көзді тұсап кетеміз да. Келесі міне 4-ші тұрған тор көзге, яғни крючокты кіргізіп, жіпті іліп аламыз да мінекей баған істейміз. Көрдіңіздер ме мінекей? Бірінші баған, екінші баған істелді. Бір үрмелі шар аламыз да. Енді ары қарай енді келесі тор көздерден бастап 14 баған тоқимыз, яғни қол бөлігін тоқимыз. Мінекей 1, келесі 2, келесі 3, келесі 4, келесі 5, келесі 6, келесі 7, келесі 8, келесі 9, келесі 10, келесі 11, келесі 12, келесі 13, келесі 14. Мінекей түгелімен қол бөлігін алдық, яғни 14 бағанды жүргіздік. Міне түгелімен
санап алыңыздар, сіздер де осылай дұрыстап. Енді 14 баған болды. Енді біз бір үрмелі шар аламыз да әрі қарай арқа бөлігін тоқимыз. Арқа бөлімінде мінекей келесі тұрған торкөзден бастап бірден баған алып жүргізе бересіздер. Арқа бөлігінде бізге 22 баған шығуы керек. Яғни дәл жаңағыдай 14 баған біз жүргіздік қой. Дәл солайынан соңына дейін біз 24 бағанды жүргіземіз түгелімен. Яғни мінекей түгелімен айналдырып. Мінекей мен арқа бөлігінде 24 баған түгелімен жүргіздім. Енді біз бір үрмелі шар аламыз да бірден келесі тұрған торкөзден бастаймыз. Мінекей енді бұл жерден дәл жаңағыдай 14 баған шығарамыз. Яғни бұл бізде қол бөлігі болады. Қол бөлігінде 14 бағанды түгелімен тоқып аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, так, 1, 2, 3, 4. Неге дәл осылайынан, яғни қол бөлігін түгелімен тоқисыздар бірден. Сосын соңына дейін тағы да көрсетемін қалай тоқу керектігін. Жалпы дұрыстап мән беріп қарасаңыздар, тоқылу жолы өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Тек санап, дәл мен істегендей етіп істесеңіздер болды. Неге осылайынан бағандарымызды шығара береміз түгелімен. Неге соңына келдік біздер. Міне соңында міне осындай етіп түгелімен 14 баған шығарып алдық. Мінекей 14 бағаны шықты ғой. Енді соңғысын тоқимыз. Бізде соңында бір торкөзі қалды мінекей. Яғни соны тоқитын боламыз. Ең алдымен бір үрмелі шар аламыз да дәл сол жерден біз 2 баған шығарамыз бірден. Мінекей біреу. Дәл сол жерге тағы да екінші бағаны шығарамыз. Мінекей екеу. Міне көрдіңіздер ме? Яғни араларында біз бір үрмелі шардан алып, яғни мінекей осылайынан бәрін бөліп шықтық. Арқа бөлігі, қол бөлігі және алдыңғы бөлігі бөлек. Енді біз келесі қатарын тоқитын боламыз. Келесі қатарын қалай тоқимыз, яғни ең алдымен мінекей бір үрмелі шар аламыз, кері қарай аударамыз да крючокқа жіптеп аламыз да мына бірінші тұрған торкөзге крючокты кіргізіп, яғни бір баған шығарамыз. Мінекей бір баған. Енді крючокқа жіптеп аламыз да келесі екінші тұрған баған бар, соның үстінен тағы да екінші баған шығарамыз. Келесі торкөзден. Енді мұнда бағана арка тұр ғой, мінекей бір үрмелі шар алған. Сол арканың ішінен біз енді бір баған шығарамыз. 2 үрмелі шар аламыз, мінекей біреу, екеу. Дәл сол арканың ішінен тағы да бір бағанды шығарамыз, мінекей. Міне көрдіңіздер ме? Енді әрі қарай бағана 14 баған жүргіздік қой бірінші қатарда. Яғни дәл солайынан біз 14 баған түгелімен жүргізетін боламыз. Мінекей біреу. Келесі екеу. Келесі үшеу. Мінекей дәл осылайынан 14 баған осы жерге дейін жүргізіңіздер. Мінекей мен түгелімен 14 бағанды жүргіздім. Яғни біздің арканың бөлігіне келдік. Аркасын қалай аламыз? Бағана басында біз қалай алдық? Дәл солай аламыз. Яғни арканың ішінен бірінші бір бағанды шығарамыз. Енді 2 үрмелі шар аламыз. Біреу, екеу. Дәл сол арканың ішінен тағы да бір бағанды шығарамыз. Мінекей. Енді әрі қарай,
яғни тор көзінің үстіне түгелмен арқа бөлігінде 22 баған істедік па, сол бағанның түгел өзін түгелімен тоқып шығамыз. Яғни неке дәл осылайынан бағандардың өзін түгелімен тоқып аласыздар. Осы соңына дейін, яғни аркаға дейін тоқыңыздар. Тағы да көрсетемін аркасында. Мінекей түгелімен тоқыдық арқа бөлігін. Мына бағана бір үрмелі шар алдық қой. Дәл сол жерге келдік, яғни аркаға. Дәл жаңағыдай арканың ішінен бір бағанды шығарамыз, екі үрмелі шар аламыз. Дәл сол арканың ішінен тағы да бір бағанды шығарамыз. Мінекей. Енді келесі біз қол бөлігін түгелімен бағандарды тоқып шығамыз. Дәл жаңағыдай. Мінекей, түгелімен осы жерге дейін тоқыңыздар. Мінекей, түгелімен тоқып шықтым қол бөлігін. Аркаға келдік, яғни бұл жерде де дәл солай. Ең алдымен арканың ішінен бір бағанды аламыз. Енді екі үрмелі шар шығарамыз. Енді дәл сол арканың ішінен тағы да бір бағанды шығарамыз. Енді ары қарай келесі міне бір баған тұр ғой. Бірінші баған шығарамыз, яғни. Одан кейін келесі дәл сол жерден екінші бағанды шығарамыз. Мінекей. Біз бағана үрмелі шар алдық қой, мына жерден дәл соның үшінші тұрған несіне крючокты кіргіземіз да, яғни бір бағанды шығарамыз. Міне. Көрдіңіздер ме? Енді келесі қатарын тоқитын боламыз. Бұл жерде тағы бір баған шығарасыздар, яғни мінекей төртеу болдыны. Біреу, екеу, үшеу, төртеу көрдіңіздер ме? Екеу болды. Мінекей түгелімен осылайынан шығардық. Енді біз бұл жерде келесі қатарын тоқимыз. Яғни қазір тоқыған кезде түгелімен түсінетін боласыздар. Кішкене басы түсінбеушілік болады енді. Енді бір үрмелі шар аламыз, кері қарай аударамыз да. Ең алдымен міне бірінші тұрған бағаннан бірінші бағанымызды тоқимыз. Неге біреу. Так, енді келесі баған тоқимыз. Біреу, екеу, мінекей. Келесі бағанды тоқимыз. Тағы да келесін тоқимыз. Мінекей. Енді арканың ішінен біз бұл жерде, яғни екі баған шығарамыз. Яғни мінекей бірінші баған, дәл сол жерден екінші баған шығарамыз да, екі үрмелі шар аламыз. Дәл сол арканың ішінен тағы да бірден екі баған шығарамыз. Біреу, екеу. Енді ары қарай қол бөлігіндегі бағандарын түгелімен тоқисыздар. Қол бөлігінің бағандарын түгелімен тоқисыздар, яғни ешқандай нәрсе қоспайсыздар, тек солайынан тоқисыздар. Мінекей. Түгелімен осы жерге дейін тоқыңыздар. Түгелімен тоқыдым, мінекей, барлығын. Енді арканың ішіне келдік. Сол арканың ішінен тағы да дәл жаңағыдай енді бұл жерде де екі баған шығарамыз бірден. Кейін екі үрмелі шар аламыз. Дәл сол жерден тағы да екі баған шығарамыз. Мінекей. Енді әрі қарайынан арқа бөлігіндегі бағандарын түгелімен сол күйі тоқып шығамыз. Мінекей, дәл осылайынан түгелімен тоқып шығасыздар. Осы жерге дейін тоқыңыздар. Мінекей, мен түгелімен тоқыдым. Енді аркасына келдік. Аркасында дәл жаңағыдай екі баған шығарамыз ең алдымен арканың ішінен. Кейін екі үрмелі шар аламыз да,
Дәл сол арканың ішінен тағы да 2 баған шығарамыз. Енді әрі қарай қол бөлігін түгелімен тоқып шығасыздар. Бағандарын түгелімен тоқисыздар осылайынан осы жерге дейін. Мінекей түгелімен тоқыдық. Аркаға келдік. Енді бұл жерде арканың ішінен тағы да 1-2 баған шығарамыз. Енді 2 үрмелі шараламыз да дәл сол арканың ішінен тағы да 2 баған шығарамыз. Енді мына алдыңғы бөлігіне келдік. Алдыңғы бөлігінде мінекей ең алдымен бағандар тоқып шығамыз, яғни 1, 2, 3 баған. Мінекей келесі енді 4 баған тоқимыз. Көрдіңіздер ме? Енді мінекей яғни міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 мінекей. 6 болды, яғни мінекей дәл осылайынан ар жағында санайсыздар. 6 болу керек, дәл осылайынан жаңа 2 аркасында 2 бағанды бірге қосып санайсыздар. Яғни біз шетінен үлкейтеміз және ортасынан үлкейтеміз. Тоқу барысында тағы да түсінесіздер, түсіндіріп айтып кетемін. Ең алдымен 1 үрмелі шараламыз, кері қарай аударамыз. Біз енді мінекей ең алдымен бұл жерде мінекей 1 баған шығарамыз және де дәл осы жерден 2 бағанды шығарамыз. Мінекей 2 болды ғой. Енді әрі қарай түгелімен бағандарды тоқып шығамыз аркаға дейін. Яғни мінекей шетінде 2 баған алдық. Әрі қарай баған тоқимыз да аркаға келгенде бұл жерде енді аркадан біз арканың ішінен тек 1 баған аламыз. Яғни кезекпен кезек болады. Осы аркада біз 1 баған алдық, шетінен 2 үрмелі шар алдық. Енді келесі қатарындағы бағанда біз бағандардың өзін тоқып шығамыз да тек аркадан 2 баған алып тоқимыз. Яғни түсінесіздер, мінекей арканың ішінен тек 1 баған аламыз, 2 үрмелі шар аламыз. Дәл сол арканың ішінен тағы да 1 бағанды шығарамыз. Мінекей. Енді түгелімен, енді қол бөлігін түгелімен бағандардың өзін тоқып шығасыздар. Бұл жерде ештеңе қоспайсыздар, тек шетінде. Байқадыңыздар ма? Шетінде 2-ден қосамыз, келесі қатарда қоспаймыз. Тоже аркасы да дәл солайынан. Мінекей қол бөлігін түгелімен тоқыдық. Аркаға келдік. Аркадан дәл солайынан 1 баған шығарамыз. 2 үрмелі шар аламыз да дәл сол арканың ішінен тағы да 1 бағанды шығарамыз. Енді әрі қарайынан тағы да арқа бөлігін түгелімен тоқып шығасыздар. Мінекей. Дәл осылайынан арқа бөлігін түгелімен тоқисыздар. Мінекей арқа бөлігін түгелімен тоқыдым. Енді арканың ішінен тағы да 1 баған аламыз, 2 үрмелі шар аламыз. Тағы да енді арканың ішіне тек 1 баған. Тек 1 баған аламыз. Мінекей. Енді түгелімен қолдың бөлімін тоқып шығасыздар, яғни бағандардың түгелімен. Мінекей осылайынан түгелімен тоқисыздар. Осы жерге дейін тағы көрсетемін. Так. Мінекей түгелімен тоқыдым. Мұнда мінекей аркаға келдік. Аркадан дәл жаңағыдай 1 баған аламын, 2 үрмелі шар аламын. Тағы да 1 баған шығарамын. Енді әрі қарай осы бағандарды тоқып шығамын. Яғни мінекей соңына дейін тоқимыз, яғни осы бағандарды түгелімен. Так. Мінекей.
мінекей түгелмен бағандарды тоқыдық. Міне соңына келдім. Соңғы бағанды тоқимыз. Мінекей бір баған тоқыдым. Дәл сол тор көзде мінекей бағанның үстіне тағы да екінші бағаны тоқимын. Көрдіңіздер ме? Бағана басында екі баған тоқыдық. Бұл жерде де дәл солай екі баған тоқимыз. Мінекей дәл осылайынан енді әрі қарайынан, яғни үлкейтіп тоқи беретін боламыз. Мінекей осындай болады. Бізде кардиганның алдығы қиғаш келген ғой, үш бұрышты сияқты болып тұру үшін шет жақтарын солайынан үлкейтеміз. Ең алдымен екі баған алсақ, келесі қатарында тек бір бағаннан жүргіземіз. Және де аркылары бар, оны да ұмытпаңыздар. Аркысында мінекей аркысында кезекпен кезек, яғни келесі қатар екі баған болса, келесі қатарында бір баған. Міндетті түрде мұқият қарап алыңыздар. Енді келесі қатарын тоқимыз. Бір үрмелі шар аламыз. Енді біз бағана астыңғы бөлікте бірден екі баған шығардық қой. Және де аркының ішінен бір бағаннан алдық тек. Енді бұл жерде бірден екі баған қоспайсыздар, тек бірден бағанның өздерін түгелімен тоқисыздар. Неге осылайынан ештеңе қоспайсыздар келесі қатарында. Бұл жерде енді тек аркының ішіне қосасыздар, яғни дәл жаңағыдай аркының ішінен екі баған шығарып, екі үрмелі шар алып, тағы да екі баған шығаратын боласыздар. Шет жағына, яғни ештеңе қоспайсыздар, тек бағанның өзін тоқисыздар. Міне аркының ішіне келдік. Аркының ішінен екі баған шығарамыз, біреу және де екеу. Енді екі үрмелі шар аламыз да, дәл сол аркының ішінен тағы да екі баған шығарамыз. Біреу, мінекей екеу. Көрдіңіздер ме? Енді әрі қарай түгелімен қол бөлігінің бағандарын түгелімен тоқып шығасыздар. Мінекей осылайынан түгелімен қол бөлігінің бағандарын тоқисыздар. Осы жерге дейін тоқыңыздар, сосын көрсетемін тағы. Мінекей түгелімен тоқыдым. Яғни міне қол бөлігінің аркысына келдік. Бұл жерде де дәл солай екі баған шығарасыздар. Ең алдымен екі үрмелі шар аласыздар. Тағы да дәл сол жерден екі баған шығарасыздар. Біреу, екеу. Әрі қарай енді арқа бөлігіндегі бағандарды түгелімен тоқисыздар. Ештеңе қоспай, дәл солайынан түгелімен тоқыңыздар. Түгелімен тоқисыздар. Бұл жерде де дәл солай екі баған аласыздар, екі үрмелі шар аласыздар. Тағы да аркының ішінен екі баған шығарып, түгелімен бағандарын жүргізесіздер. Бұл жерде де дәл солайынан тоқисыздар. Мінекей соңына дейін тоқыдым. Көрдіңіздер, тек шетінде де тек бағанның өзін алдым, ештеңе қосқан жоқпын. Енді келесі қатарын тоқимыз. Бір үрмелі шар аламыз, кері қарай аударамыз да. Енді бұл жерде келесі қатарда қосатын боламыз. Яғни бұл жерде екі баған шығарамыз. Бірден, мінекей біреу, дәл сол аркының ішінен екінші баған шығарамыз. Мінекей. Әрі қарай түгелімен тағы да бағандардың өзін тоқисыздар да, аркының ішіне келгенде аркының ішінен енді тек бір баған шығарып, екі үрмелі шар алып, тағы да бір баған шығарасыздар. Көрдіңіздер ме, кезекпен кезек қалай сәйкес келетіндігін. Шатаспаңыздар, міндетті түрде мұқият тыңдап, асықпай қарап, айналдырмай дұрыстап қарасаңыздар, барлығын түсінесіздер. Тек асықпай тоқыңыздар. Мінекей аркының бөліміне келдік. Аркының ішінен енді мінекей бір баған шығарамыз тек. Екі үрмелі шар аламыз. Дәл сол жерден тағы да бір баған шығарамыз. Көрдіңіздер ме? Енді әрі қарайынан қол бөлігінен түгелімен тек бағандарын өзін тоқисыздар. Дәл жаңағыдай. Дәл осылайынан бағандарын өзін түгелімен тоқисыздар да, шетіне келгенде дәл жаңағыдай бір баған аласыз, екі үрмелі шар аласыздар, бір баған аласыздар да, түгелімен арқа бөлігін тағы тоқисыздар, ештеңе қоспайсыздар. Бұл жерде де бір баған, екі үрмелі шар, бір баған аласыз аркының ішінен. Қол бөлігінде де тоқисыздар да, тағы да бұл жерден де дәл солайынан аласыздар. Бір баған, екі үрмелі шар, бір баған. Түгелімен тоқисыздар да, мына шетіне келген шетінен бірден екі баған шығарасыздар. Мінекей дәл осындай етіп екі баған шығарасыздар. Сосын ары қарай тек баған өзін тоқисыздар. Содан кейін мен енді келесі қатарды қалай тоқу керектігін көрсетемін. Мінекей мен түгелімен тоқыдым, көрдіңіздер. Арканың ішінен тек міне бір бағаннан алдым, міне шетінде бірден екі бағанды шығардым. Оны ұмытпайсыздар. Көрдіңіздер ме? Мінекей. Мұншақ шетінде де екеу тұр ғой.
бағана бастағанымыз бұл жақ шетінде де дәл солай 2. Енді біз қазір келесі қатарды қалай тоқылу керектігін көрсететін боламын. Яғни мінекей бізде осылайынан кардиганымыз осындай 3 бұрышты болып шығуы керек алды. Сондықтан да үлкейтіп тоқи беретін боламыз. Әрі қарай түсінікті деген ойдамын. Мінекей келесі қатарда 2-ден, келесі қатарда 1-ден, енді келесі қатарымыз біз 1-ден тоқитын боламыз. Дәл осылайна үлкейтіп тоқыңыздар. Мінекей мен түгелмен тоқыдым, яғни кішкене үлкейттім. Міне қанша қатар болдық, бірге санаймыз сіздермен бірге. Яғни мінекей басынан бастап, мінекей біріншісінен бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей мен 10 қатар тоқыдым, көрдіңіздер. Яғни мінекей шеттерінде үлкейтетін жерде үлкейтеміз, кішірейтетін жерде кішірейтеміз. Міне 10-шы қатарда менде соңы мінекей бір торкөзден 2 баған алдым. Дәл солайынан аяқталды, көрдіңіздер ма? Яғни сіздерде мінекей осылайынан тоқисыздар. Бұл жерде жалпы мен өзім санап алып жатырмын, қанша екені маңызды емес жалпы. Менімен бірдей толығымен дұрыстап тоқсаңыздар, сіздерге түсінікті барлығы. Енді біз әрі қарай мына қолдарын қосатын боламыз. Яғни ең алдымен біз бір үрмелі шараламыз. Так. Кері қарай аударамыз. Енді түгелімен, яғни астында біз 2 баған шығардық қой, бір торкөзден, бірден. Бұл қатарда енді бірден тек бағанның өзін тоқитын боламыз түгелмен. Неге дәл осылайынан алдыңғы бөлігінің бағандарын осы жерге дейін тоқыңыздар. Неге мен түгелмен тоқыдым, алдын. Енді біз бұл жерде қолын қосу керек қой, ол үшін ең алдымен аркының ішінен 2 баған шығарамыз. Неге 1 және де 2. Енді мұнда неге қол бөлігін осылайынан аламыз бірден. Енді бұл жерде де, яғни аркының ішінен бірден 2 баған шығаратын боламыз. Неге бірінші баған, келесі дәл сол жерден 2-ші баған. Көрдіңіздер ма? Ешқандай қиындық жоқ қолын қосуды. Енді әрі қарай түгелмен арқа бөлігіндегі бағандарды түгелмен тоқып шығамыз. Осылайынан неге тек бағандардың өзін алып тоқисыздар түгелмен. Неге дәл осылайынан тоқисыздар. Неге осы аркаға дейін тоқыңыздар. Сосын тағы көрсетемін. Мінеке түгелмен тоқыдым арқа бөлігін. Бұл жерде де дәл солай қосатын боламыз. Яғни арканың ішінен бірден 2 баған шығарамыз. 1, 2. Енді мұнда мінеке қол бөлігіндегі келесі тұрған аркамен бірге қосамын осылайынан. Бұл аркадан да дәл солайынан 2 баған шығарамыз. 1 және де 2. Көрдіңіздер ма? Қол бөліктерін түгелімен қостық. Енді әрі қарай түгелімен алдыңғы бөлігінің бағандарын түгелімен тоқып шығамыз. Неге осылайынан түгелімен тоқисыздар. Мінеке мен түгелімен тоқыдым. Көріп тұрсыздар, қол бөліктерін қостым. Енді әрі қарай келесі қатарын тоқимыз. Яғни тағы да мінеке бір үрмелі шараламыз, кері қарай аударамыз. Так. Бұл жерде біз неге енді бұл торкөзден енді 1 баған шығарамыз. Тағы да мінеке дәл сол торкөзден 2-ші бағанды шығарамыз. Енді әрі қарайынан түгелмен бағандарды тоқып шығатын боламыз.
мінекей дәл осылайынан жүргізе бересіздер бағандарды. Так. Мінекей осы жерге дейін жүргізіңіздер, сосын тағы көрсетемін. Мінекей жүргіздім түгелмен бағандарды. Мына ортасында бір торгөз тұр ғой, яғни бағана қосқан жеріміз. Сол жерден мінекей мен бір баған шығарамын. Дәл сол жерден тағы да екінші бағанды шығарамын. Мінекей көрдіңіздер ме? 2 баған шығардым. Енді әрі қарай мына арқа бөлігіндегі бөлімі тұр ғой, бірінші баған тұр, көрдіңіздер ме? Дәл сол жерден бастап түгелмен әрі қарай арқа бөлігінде міне бірінші тұрған торгөз бар ғой, дәл сол жерде міне 2 баған шығарамын да. Енді әрі қарайынан түгелмен бағандардың өзін тоқып шығамын. Мінекей шатаспайсыздар, ортасынан 2 баған шығардым. Арқа бөлігінің бірінші тұрған бағанынан бірден 2 баған шығардым. Көрдіңіздер ме? Дәл осылайынан мына жерге дейін тоқыңыздар. Мінекей мен түгелмен тоқыдым. Міне енді бізде міне арқа бөлігіндегі тұрған торгөз тұр ғой, мінекей. Ортасында тұрған мінекей. Ортасында тұрған торгөзді айтып тұрмын. Дәл сол жерден бірден 2 баған шығарамыз, мінекей. Енді міне келесі тұрған торгөз тұр ғой, бағанның үстіндегі қол бөлігіндегі, бұл жерден де дәл солайынан бірден 2 баған шығарамыз. 1, 2. Көрдіңіздер ме? Енді әрі қарай түгелмен тек бағандардың өзін тоқып шығасыздар. Дәл осы жерден қателесіп кетпеңіздер, мұқият қарап алыңыздар. Қалай тоқыдым, солай тоқыңыздар. Мінекей түгелмен тоқыдым, көрдіңіздер, соңына келдім. Соңғы тұрған бағаның үстіндегі торгөзден бірден 2 баған шығарамын. Яғни дәл жаңағыдай үлкейтеміз. Енді келесі бағанды міндетті түрде бір баған шығарып, яғни тек бағандардың өзін тоқимыз. Бір үрмелі шар алдық, мінекей. Енді әрі қарайына түгелімен тек бағандардың өзін тоқи береміз. Мінекей осылайынан бағандардың өзін тоқисыздар түгелімен. Мінекей бағандарын түгелмен тоқыдым. Тоқисыздар дегенім, яғни осылайынан түгелмен айна алдырып, ештеңені қоспайсыздар. Әр бағанның үстінен тек бағанның өзін түгелмен тоқисыздар. Мінекей дәл осылайынан. Яғни міне осындай етіп тоқисыздар. Үлкейтетін жерде үлкейтеміз, кішірейтеміз. Дәл жаңағыдай басын қалай алдық? Бірінші қатары 2 баған алсақ басында, келесі қатарда тек бағанның өзін тоқимыз. Ешқандай қатар қоспаймыз. Дәл солайынан тоқып үлкейтесіздер. Яғни біз бұны үлкейтеміз. Үлкейткенде бізде бұл 16 қатар болу керек. 16 қатардан кейін әрі қарайынан түгелімен тек бағанның өзін ештеңе қоспай, тек өзін түгелімен 10 қатар етіп тоқып шығасыздар. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Яғни мінекей осылайынан түгелмен санайсыздар. Бірінші осылай үлкейтесіздер, яғни 2-ін қосасыздар, келесі қатар қоспайсыздар деген сияқты. Солайынан бізде 16 қатар болу керек. Келесі бізде тек 10 қатар болу керек, яғни тек 10 қатардың өзін тек бағандарын ғана тоқып шығасыздар. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Дәл осылайынан тоқисыздар. Біздің бүгінгі бірінші сабағымыз тек осы жерге дейін. Келесі сабақта енді қолын, жан-жақтарын қалай тоқу керек, соны көрсететін боламын. Мінекей мен түгелмен тоқыдым. Көрдіңіздер, 16 қатарға дейін тоқыдым, соны белгілеп қойдым. Әрі қарайынан тек 10 қатар тоқыдым. Оның барлығын келесі сабақта түгелмен түсіндіремін. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Міндетті түрде менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Гүлді кардиганның келесі сабағын келесі жолы шығарамын. Ол дайын тұр. Тек менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет.